Қазақша онлайн комикс. Қозы көрпеш баян сұлу. Аң қуып екі бай тау ішінде жолықты. Сарыбай аңға сейіл құрып шықса, Қарабай 90 мың жылқысының біреуін союға қимай, қызылсырап шыққан еді. Мынау бір марал буаз екен. Үйдегі ханымның аяғы ауыр. Қанша қиылсаң да ата алмаймын. Ойбай, Сарыбай. Ой, достығымыз қайда? Біздің де ханым жүктеді. Сонда да болса, арғы өмірде осы күнаңды мен ақ көтерем. Атып беренді, бір тояйын. Қареке. Жапан түзде жолғып жолдас болдық. Менің күнім жеткен секілді. Ханымың қыз туса, менікі ұл туса қызыңды беремісің, бермеймісің? Ондай күн туса беремін. Анттан аттаған жерім жоқ. Уағдамыз осы болсын. Қарабайдың құдам өлді деген ойы жоқ. Маралдың екі лағын салып алып, бейғам келеді. Алдынан шаң көрін. Қареке, Сарыбайдың қызметкер адамдар едік. Ханымы ұл тапты. Сарыбай 75 жасқа келгенде тұңғышын көрді. Сүйіншіліп келеміз. Бәйекеңді көрмедіңіз бе? Алдынан 500 киік жолғып, бетпақтың шөліне қарай қуып кеткен. Айнаға, сүйінші, сүйінші, сүйінші. Ханымыңыз қыз босанды. Есімі Баян болсын десті жұрт. Сүйіншіге 8 өрім қамшы жемей тұрғанда, кет жолма. 83 жасқа келгенде көрген перзентіңіз ғой. Сүйіншілеген адамға бір шапан қимадыңыз ба? Сарыбай ауылы бұл шақта абыр-сабыр. 75-ке келгенде тұңғыш перзенті дүниеге келді. Бірақ Сарыбайдың өзі жоқ. Ауылға тасша шауып келеді. Ханым-ау, қолымыздан ұшқан сұңқардан қапияда айырылып қалдық. Тұғыры бос, еліміздің тағы жетім. Ей тасша, естірткен ауызда айып жоқ. Тұңғышын көре алмай кеткен екен, соңғы сапарында ханға лайық құрмет көрсетілсін. Бар тізгін тайлақ биде. Ал, тасша, ханымға қазаны естірткенің өзің. Ат жетер жерге де өзің естірт. Үй тігіп қара көтер, жалауы ақ болсын. Сарыбайдың жылдық асы дүркіреп өтті. Бірақ жиылған жұрт үшінде ақыреттік құда боламыз деп серттескен Қарабай болған жоқ. Құдалық туралы қауесет тарап кеткен болатын. Қарабай құдасының ауылын бір көруге оқталды. Сарыбай құдамның ауылын көрейін. 90 сабағымыздың деп, сарттардан жоралғыға шапан ал. Жолға шығамыз. Тоқтат керуенді. Құда ауылын өзім барып көрейін. Сабаның барлығын жарыңдар. Кері қайтамыз. Күйеу бала емес, мені жұтатын жалмауыз тапты. Жасырынып Қарабай келіп кетті. Асына келмесе де Сарыбаймен уәдесі бар. Құдалық жайын сөз етелік. Дегеніңіз болсын. Бірақ өзім барғаным болмас. Жөн білетін жігіттерді жіберейін. Қартайғанда көрген жалғызым. Ауылың айта бар. Жетімге берер қызым жоқ. Алдынан өттік құданың. Айтары осы болса, құдалықтың да түйіні осы. Ер жеткенде қоз көрпештің есіне ешкім салмасын. Ей, қатын, Сарыбай ауылынан мазам кетті. Қатар қоныс жайлау мүмкін емес. Үйді жүк, көшеміз. Ойбай, 90 мың жылқың сияр жайлау бар ма? Жаныма жай табылса, жайлау табылады. Ай мен таңсық қыздарым ауылға хабар берсін.
көшеміз. Қарабай жайлы қоныс таба алмай ұзақ көшті. Әр жерге 1-2 жыл тұрақтап, жайы болмай жылыстай берді. Осылай көше жүріп, Баян қыз көркіне көз тоймас сұлу болып бой жеткен еді. Қарабайдың көші қонған жерінен қызының сұлулығы жайында аңыз тарады. Мұны торғауыттан шыққан Қодар естіп, шу бойына қамалған Қарабайды іздеп тапты. Уә, Қареке, 90 мың тұяққа су жеткізе алмай жатырмысың? Жөн сұрасаң табаламай, жолын көрсет. Бетпақтан жылқыңды кемітпей алып өтіп, аяқ көз деген жерге жеткізем. Ақсына қызыңды алам, бірақ асырап алған емес, өз қызың Баянды бересің. Ойбай, сөзіңде тұрсаң қалағаныңды ал. Қозы батыр тұлғалы жігіт болып ер жетті. Атаға еріп ақыл тыңдады. Ағаға еріп садақ тартты. Қатарына қосылып асық ойнады. Ұтылып қалса күш көрсетіп, асықтарын тартып алатын. Ой, сотқар, күшің тасса қызым бермей кеткен Қарабайға көрсетпейсің бе? Апа, бидай қоршы. Сенің алақаныңнан жегім келеді. Менің әкем қосқан қосағы кім, апа? Айтпайынша алақаныңды ашпаймын. Ойбай, балам, Қарабай деген бай еді. Баян деген қызы бар. Әкең екеуі серттесіп құда болған. Ал жұртым, тоқтатпа. Тілеулес болсаң батаңды бер. Жалғызым-ау, мені тастап қайда барасың? Әкем құдаласыпты. Арманы болар, баруға тиіспін. Қодар құлдың қолынан мерт болама деп. Құлдан жеңілер болсам, мұнда жатқын абырой. Кетсең қайтып келмессің, балам. Апа, қандай атқа мінейін? Жылқыға барып, бетіңе қарағанын мін, балам. Мың жылқының сыртынан қиқу салған қозыға ешбір жылқы қарамай, тек қозы күрең жаман тайғына бұрылды. Жаманға жүген салсам құнан болды. Ерттегенде дөнен болды. Өзі мінсе бесті болды. Қа деп тақымдасқанда 6 құлаш атқа айналды. Айшылық азық алып, жұртымен қош айтысып, қозы көрпеш Баянды іздеп жолға шықты. Қодар Қарабайдың ауылын шығынсыз бетпақ шөлден өткізіп, Баянды сыртынан ендем жүрді. Баян қыз, ақылыңа көркің сай. Мен әкеңе берген уәдемде тұрдым. Ақылды қыз, әке сөзін аяқ асты етпес болар. Әкеме өткізген қызметің аз. Менің құным шөлде қазылған 40 құдық қана ма? Баяным-ай, кімнен үміт етерсің? Қозы көрпеш тірі болса, жесірін іздеп бір келер. Қозы көрпеш ауылдан айшылық алып шыққанда алдынан өткен бірмес өзен шықты. Көпір салып одан өтті. Жағалай қонған елдің бәрі Қарабайдың қызы жайлы аңыз айтты. Көңілінде Баянға деген аптығы арта түсті. Күндердің күні болғанда қозының алдынан 40 бөр кездесті. Ғашық көңіл қойсын ба, алыстауына садақ атты, жақынын қылыштан құтқармады. Баянның көз тоймас көркіне ғашық болып, 90 рулы елден 90 жігіт тағы келді. Барлығының ойы біреу, Қодардан Баянды тартып алу. Бірақ Қодар құл 90-нан да басым түсіп, барлығын 90 мың жылқыға жалшы етті. Тәңірім, мен деп келіп, құл болған 90-ы маған бір тиын. Көзім емес, көңілім талып қозымды күтем. Көңіліңе медеу бар ма, Баяным? Түсімде әкемнің ескі жұртта қалған сұңқарын көрдім. Қанатын қолындап, аяқ көзге ұшып келеді екен. Сол менің қозы көрпешім бе деймін. Тілегіме жеткіз, Құдай. Қодар құлға қор етпе. Жар қызығы жол азабын тартқызып, қозы күреңге қамшысын бастырып, желе жортып, қозы көрпеш Асқар тауға жолықты.
алдаспанын қара тасқа салдырып, қылышымен қақ жарып тауды жол қылды. Таудан асып, қозының жолы шөлге ұласты. Белдігінің қамарымен құдық қазып, шөлден аман өтті. Сағым арасынан баян бейнесі көлбеңдейді. Алға қарай жетелейтін де сол. Айшылық алыс жолдан атартып, ауыл шетіндегі үйге жетті. Апа, суың бар ма? Хан баласы су емес сусын сұрайды. Ғашықтықпен қоса намыс қайрап келе жатқан жансың ау сірә. Үйге түс. Апа, үйге түсер жайым жоқ. Баянға жетер амал тап. Сарыбайдың жалғызы келді десе, Қарабай құлдарымен қосыла қуар, тазша бала болып бар. Қозы бір тоқтыны сойдырып, жұмыршағын басына кейіп, тазша бала болып, Қарабай ауылына келеді. Ондағы ойы баянды сынау. Қодардың әуселесін байқап көрі болатын. Ассалаумағалейкум, байеке. Мал баққан қарып едім, сізден пана іздеп келіп тұрмын. Уағалейкум өссәлам. Паназ деген Қарабай мен. Малға жақын болсаң, бүгіннен бастап алдыңа салдым. Осылай қозы құл болып Қарабайдың қойын бағып жүрді. Баянды тұңғыш сонда көрген еді. Ат тұяғын тоздырып, алыс жолдан бекер келмегеніне көзі сонда жетті. Бірақ бай қызына жолай алар емес. Бір күні айла қылып, Баян сұлудың жақсы көретін тоқтысының аяғын сындырады. Қой ішінде ұнатқаным еді, малыңды дұрыс жермен айдамаймысың, тазша құл? Құдай саған көрік берсе де, ерік бермеген Баянжан. Қодар да құл, мен де құл. Бірақ Құдай қосқан қосағың кім еді? Апатайларым, түсімде ескі жұрттан ұшқан әкемнің сұңқары аягөздің маңына келіп қоныпты. Аузың амай, Баянжан. Сол сұңқар қоз көрпеш болса, қоз көрпеш тазша құл ма деп қауіптенем. Сол құлды көрсем, жүрегім өз-өзінен атқақтап кетеді, жанымды қоярға жер таппаймын. Қозы болса болар, батыр тұлғалы, аяғы алшаң, басындағы тазшасы болмаса, құлға ұқсамайды. Баянның жылқыдағы сүйіктісі Алатай. Сұлу тайын көру үшін жылқыға күніне 3 келеді. Қолының қант береді. Қозы сол үшін қой бағыдан жылқыға ауысады. Ой, пырмай, мына тазша 90 бұл жабылып үйір алмас, 90 мың тұяқты жалғыз айтады. Күш сынасып көремісің Қодар? Аударыспай қонай қонды. Әлің келмесе 90 құл бірдей жабыл. Бұл сен бісің Қозы. Неге белгі бермейсің? Сынағаның ба? Тазша, әй, тазша, он санына қой жиылып, ас беріп жатыр. Біз бәріміз сонда боламыз. Мал мен жан, өзің аманат. Ауылда ешкім қалмайды де. Ойбай бекеш, Алатайыңды қасқыр тартты. Өзің келмесең болмас. Аман ба өзі? Көңілім алдамапты. Қозы көрпеш. Баян, жалғанда жалғыз сүйгенім. Жер түбінен жеттім өзіңе. Өзің жайлы естіген күннен осы ағашқа күнде шүберек байлаумен болдым. Қара ағаш сыйнарым емес. Әр шүберек сені күткен әр күнім. Қодар қызғанышпен қарайтын. Көрмей көзім арбалып, көңілім құлады өзіңе. Баян, енді бізді Құдай болмаса, Қодар айыралмас. Ел жиында жүргенде қашсақ қайтеді? Әкемнің бақа айғырына жетер жүйрігі жоқ. Жоқ, жігіттік емесін. Хан баласы құлдан қорқып қашар ма? Сертіңнен тайдың Қарабай, қызың қозының құшағында құлпырады. Бір елдің бегі боп, сенің еліңде құл болғанда, көрерің осы ма еді? Күлге шөккен, кәрі түйеден не сұрайсың? Күшің жетсе тартып ал, қыз билігін бергенім өзіңе. Әй тазша құл, тазшаның астына жасырылған батыр қабақ бар ма еді?
хан ұлынан несібемнің несігем, көрейін әуселеңді. Жан сауға, жан сауға. Сұраған сауғаң жан болса бердім. Құл емес, шын бек болсаң, еліңе қайт. Қозы! Баян сұлу, маған тиесің. Жан аға, соңғы өтінішімді орындар мұсың? Содан кейін сендікпін. Айт, соңғысы болса орындайын. Ең таза су тау басындағы шыңырау құдықта. Сол сумен жуындырып жерлесек деймін қозыны. Қозы көрпеш, сенен артық жан жоқ маған жалғанда. Дүниеге келмей тұрып, некеміз қиылып, бір күнде дүниеге келген екенбіз. Дүниеден бірге өтейік. Жүрегімнің қалауы сол. Күте тұр, жетемін қазір-ақ. Әке, жалғызым қайтып жатқанда жанарыңнан жас та шықпады ма? Дәл атыңдай қарам едің, әкетай. Көзімнен жас шықса, бетім күйер. Қайтейін, Құдай аты уәден аттап ем, көрсеткені осыда. Бір-біріңнің қасыңна жерлеңдер. Тірісінде қосылмады, өлгенінде айырмайық. Аяқтап болып, махаббат дейтін сапарды, қозыменен баян моласы міне атанды. Қалауын қанша тапқан менен қаратас, қайырымсыз ата қарабайдайын қаталды. Басына бардым, қасында тұрмын солардың, қозыдай маңырап, сүймеген сірә болармын. Егіз жүректі екіге бөліп мола тұр, тұмсығы үшкіл қанжарындаяқ қодардың. Жол түсіп ұрпақ таңсыққа барсаң тегінде, бір соқпай кетпе күмбезге сонау көрінген. Қазақтың осынау қасқайып тұрған төрінде бабаларыңның махаббаттары көмілген.